Сәлем достар, менің атым Диана, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді шарлотканы пісіретін боламыз. Бізге ең алдымен 2 жұмыртқа, оның үстіне 120 грамм қант қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Масса 2 есе ұлғаю қажет. Араластырып болғаннан кейін оның үстіне ерітілген сары май қосамыз және де 200 мл жылы сүт қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін бөлек ыдысқа 310 грамм ұн және оған 1 чай қасық разрыхлитель қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Алдын ала дайындаған массамызға жаңағы ұнымызды видеодағыдай 2-ге бөліп қосып араластырамыз. Біріншісін жақсылап араластырамыз ірітіге кеткенше, одан кейін қалған ұнды қосамыз. Араластырып болғаннан кейін енді салмасына кірісеміз. Бізге 2 алма қажет болады. Оның ішін жақсылап тазалап аламыз. Біреусінің қабығын ашимыз барлығын. Алманы осы видеода көрсетілгендей етіп майда бөліктерге бөліп тураймыз. Ал екінші алманы оның қабығын ашып, майда 4 бөліктерге көпик қылып тураймыз. Көпик қылып тураған алмамызды жаңағы массаға салып, жақсылап барлығын араластырамыз.
Жақсылап араластырып болғаннан кейін тестамызды арнайы формаға саламыз. Бетін лопаткамен тегістеп шығамыз. Енді шарлотканың бетіне майдалап тұрған алмаларымызды қойып шығамыз. Духовкаға салып, беті қызарғанша пісіріп шығамыз. Шарлоткамыз пісіп болғаннан кейін, оны суытып, оның бетіне сахарная пудра себеміз. Осы рецепт бойынша шарлотканы пісіріп көріңіздер, барлықтарына ұнайды деген ойдамын.